Так, мына қажып кетті ауылға, ё-майо. Так, бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен Ринат. Жотам, қалайсыңдар достар? Достар, мынаны қараңдар. Мен масқара қалың киініп алдым, өйткені достар, ауылда қар жауып кетті табан астында. Мен қысық куртка ештеңе достар, ана ауылда алып кетті, ескі ауылымда достар. Достар, мен бүгін мынандай зәулім үйде жалғыз өзім тұра бергенше достар, мен мына үйге көшем деп шештім достар. Сондықтан бүгінгі видеода біздерде жаңа жылдық видео болатын болады деген ойдамын. Достар, айтпақшы, мен бір жеделден сұрап келейінші барып. Ё-май, что-то дала жып-жыл сияқты, киім шешіп тастамайын. Так, жеделдер, что-то не істеп тұрсыңдар? Әуінті қарасай сәнде қойған лаки блокқым. Базар жоқ. Жедел, айтпақшы, бүгін Аяз ата келеді дейді ғой, рас па? Айтпақшы, келейін деп жатыр, подарка береді бәрімізге. Базар жоқ, Аяз ата келсе. Так, не подарка сұрайтынды ойластыра берейін онда. Жеделдің барлығын қараңдар, бәрі жиналып алыпты мынаяққа. Так, ладно. Так, достар, біз мына үйді достар сәндеуіміз керек. Мына үй что-то сәл бір түрлілеу ма? Так, екінші этаж. Ну, пойдет, екінші этаж жаңа жылдық стильде, достар. Жаңа жылдық стильді қою керек бізге. Бірінші этаж, ну, тар болса да, ничего, нормально. Туалетке бір далаға сиіп қайта саламыз ба деп отырмын. Туалет жоқ, достар, мына жақта. Так, біздер Happy Year ма? Тоқта. Christmas деп жазып көрейік, достар. Біздерде шырша шығып тұр, мынандай шығып тұр. Так, қық дегенде біздерде не шығады екен басқа. Комтан қазір пока бізде сәндеуіміз керек, достар. О, железный. Так, набитіп қойықшы. Все. Так, қайға қоямыз шыршаны? Ё-майо, дәу ғой, достар. Біз ішке тек мынандай жабыстырмасақ, достар, басқа ештеңеге жабыспайтын сияқты, достар. Так, біздер басқа да постерлер алып көрейік, достар. Бэтменнің постері маған ұнайды. Және Ален, так, Ален постері. Так, ұйықтайтын жерге мынаяққа, так, біздерде Бэтменнің постерін қойсақ, и Аленнің постерін қоямыз. Все, пойди, кішкентай үйге ештеңе керек емес деп ойдам, достар. Или бір жаңа жылға біздерге бір нәрселер керек сияқты тағы. Так. Бар екен. Кішкентай нәрсе болса жетеді. Аяз ата, бүгін Аяз ата келеді, как раз үйдің сортын қорқынышты қоймасам, достар, неяқа бір безендіріп, достар, комнатамды. Так, былай неяқты бір безендіріп қойық, достар. Опа, енді неяқа, так, носки елейік. Так, и неяқа біздер Аяз аталарды қоямыз, достар. Вот. Так, енді неяқты басқаларды. Былай, ага. Ой, анау басылып кетті. Все, Аяз ата бүгін үйге келсе, достар, нормально қарсы алып аламын деп ойдамын. И маған бір сәл дәулу шырша керек. Так, дәу оңғақтында аламын мен. Так, оленді қойсам қалай болады екен, екі олень. Вот, достар, зор болды. Все, далаға шығайық енді, достар. Тана алып тастайық, келер жеткенімізге. Неға бір тоқта, Christmas. Вот, неға қойық. Все, сыртқа шықсақ, достар, біздерде деген, ё-майо, шырша қоямыз, достар, шыршаны қаяқ қоямыз? Шыршаны неға қоямыз? Мә, керемет. Так, неға бір кішкентай шыршалар қойық сыртқа. И, достар, неға қорқынышты қып, біздер мынандай қойық та, бір тегін адам тұрмайды деген дейік пішем неқта. Все, достар. Енді біз Аяз атаны күтеміз, дост. Мына лаки, чой лаки блог нес? Жетелдер, мынаған сен тұрсыңдар ма сендер? Сен тұрғанда, сен тұрқ? Бұл, астан бір түскімейші. Убба! Так, неқта қораптар тұр ғой, өтірік қой мынау. Лаки блог емес, әшен золотой блог қой. Мақыл, тұра беріңдер. Аяздан, барлығын Аяздан күтіп тұрған шығарсыңдар, Аяздан күтіп тұрқ. Бопта, ана үйде, так, көшетін насаттар болса, так, достар, опа, мынау зор жүреді екен. Так, мен үйге қарай бір барып алайық. Так, мына үйлерді безендіріп қажет емес сияқты, достар. Пока мына үйде, достар, тас қалмады. Так, киім ілгішімді алып кетейін, сөремді сүртемді алып кетейін. Так, тұра берсін. Бұл үйді, достар, біздер құлттаймыз қазір. Бұл үйге уже біздер 3 айдан кейін ба ораламыз деп отырмын. 3 айдан кейін ораламыз. Так, алып тастайық. Мә, достар, мына күшті ғой. Безендерген ақ қойыншы. Железный прутья дейді. Так, опа, все, неқы жауып кетеміз. Үйдің барлығын жауып кетеміз. Дым қалдырмаймыз. Так, все. Жауып кеттік, болды. Бұл үйге ешкім кіре алмайды енді. Неқта машина тұр. Железный прутьямен, достар, үйдің сыртын безендіріп қойса қалай болады екен? Үйдің сыртын барлығын безендіріп қойсақ. Так, опа, неқа болмай ма? Все. Керемет, достар.
Аяз ата менің үйімді көріп қуанып қалатын шығар кәдімгідей деген ойдамын. Аяз атаны достар бірінші рет көрейін деп тұр Майнкрафтта. Ше достар, барлығы өте керемет болып тұр. Таймсетін айтқа болса қалай болады екен? Ну, нормально көрініп тұрады біздің үй. Ше достар, таймсет дейге обратно қоямыз. Таймсет дей. Ойбай, таймсет дейге қойып, Аяз атаны күтеміз достар. О-хо-хо, ауылға Аяз ата келді. Мәс саған деп қоясың ғой. Аяз ата жалпы сәл приколист болып кеткен енді жақта. Эй, балаларым, мен барлық күтіп отқан шығар мына жақта. Ана шыша менің ауылымда да жоқ қой. Қатып атыр сәл менің Майнкрафтың. Мәс саған мына ауыл деген. Пах, керемет ай. Шіркін, балаларым, мені күтіп отсыңдар ма? Аяз ата, сіз ба не? Мен балам, мені күттіңдер ма? Күттік қой Аяз ата, бізге подарка бересіз ба? Ей, мал, ассалаумағалейкум. Ойбай, Аяз ата кешіріңіз, ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Керемет. Балам кел, қарай. Піштірейік сіздер. Приколист болып кеттім Аязда, сәл режимде алжыдым. Не істеп тұрсыңдар мына жақта? Аяз ата, мына әуітте Лаки блок дейді ғой. Қой, өтірік қой бұл. Негізі мен де өтірікпін. Күлмейсіңдер ма не? Ладно. Так, мына жақта, балаларымошым мына жақта келіңдер. Мен сендерге подарка берем. Сен қайсы сәтін музыкант? Саған не ақ бердің, домбыра ақ бердің. Ма, домбыра емес қой. Аяз ата домбыра сұрап қосың. Домбыра. Басқа біреуге беріп жіберіппін домбыраны. Мақұл, келесі жылы әкеп берем. Аяз ата өмірі сол немене бәлесіз? Жасым 80-нен асқан малсың ба? Алжыдық қой бізде. Қалғандардың подаркаларын мені. Біреуің атын еді. Ұмытып қалдым. Сосын менің Аяз атам игрушка сұрапты. Қазір кезек алып кетіңдер. Сосын біреу шыша сұрапты. Сосын біреу қаймал мынандай пауық сұрап жүрген. Мақұл, оны да бердім.Ошым, неғат қоям, алып кетіңдер барлығын. Түсіндер ма? Біреуін қалдырмаңдар. Сосын нема мен демалуым керек, бір үй дайына қуаншасыңдар бізге. Жоқ, біз қаға қонамыз сосын? Ринат үйіне барып қон. Далада жаңбыр жоқ кетті, мақұл. Қайсы Ринаттың үйі? Ана соңғы үй. Соңғы үй? Мақұл, қазір баратырмын. Мына үй маған ұнап еді, кіріп көрейінші. Мына үй күшті ғой. Не дейді құрсын? Компьютер. Мәс саған, мен немелерімде көзге ойнаушы еді. Мақыл, осы жақта қона тұрайын. Мына үйге гүлдер алып кел. Мына гүлді достар, мен 2000 теңге сатып алған соң қалдан бар. Бір осындай бір уксус деппін ғой. Кактус сияқты гүлдер. Немене бәле? Майнкрафт. Аяз ата? Аяз ата? Не болып жатыр мына жақта? Так, достар. Так. Опа. Жетелдер ма? Айтып еді ғой, Аяз ата келді деп. Чего? Не дейді құрсын, Аяз ата жоқ па не? Аяз ата? Мынау не өліп жатыр? Че, не понял? Мен мұндамын. Аяз ата? Не істеп жүрсің мақта? Балам, сен Ринат кезет емессің ба? Ата, дәл өзі ғой, не болды? Сен голубойсың ба не шашын жасыла бояп алғансың? Ата, үйтіп айтпаңыз. Стиль деп айтыңыз, голубой емес? Сен маған голубойсың. Аяз ата, ұрып жіберем қашы. Сіз Аяз ата деп сыйлап тұрған болмаса, негізі сәл атып тастаймын деп тұрмын. Балам, ойнап айтам. Саған подарка алдым кетіппін. Маған подарка алдым кеттіңізді ба? Да, Аяз ата, сіз не болған сонда, Ойнап айтып атырмын, әдейі ұмытып кеттім саған алғым келмеді. Аяз ата, мен сізге реттеп, үйдің барлығын реттеп дұрыстап қойсам, сіз болсаңыз, Аяз ата, мынауыңыз дұрыс болмады сіздің негізіше, Аяз ата. Мен оның несін жасырайын. Қойыңызшы, Аяз ата, мен кеттім. Сіз менің үйімде тұрып атсыз ба сіз? Вообще пошел. Мақыл, тұра беріңіз. Сізден подарка күтпеймін. Чота мен жетілдір. Ринат, нағарасай бізге подарка беріп жатыр. Дұрыс болыпты. Малдар, құрындар. Не мені?
Ош қай кетіп қалды? Мал, Ринат, не істедің? Жігіттер, шаруам жоқ. Маған Аяз ата подарка бермеді. Сауап өздерінен көріңдер. Ё-майо, грядка, неғып тұрсың, грядканы жина бар. Бар, балға олаймыз, жина Аяз атаны көгінің қалды менің. Маған Ринат Кизет деген маған баяғыдан жақпайды. Шашын жасылға бояған тупой. Голубой. Мақұл, мен кет былай қарай, сен үйе деп, үйде маған тұрған жоқ, басқа үйге барасың ғой, маған бәрібір ғой. Так. Мен негіз оған подарка алдым, бірақ оған подарка бергім келмей қалды. Мечті тықып кетейінші наға. Үйдің астын тықып кетем ойым. Оның подаркасын біраз қинамасам, оның подаркасын бермей. Сундукқа сақ қояйық бүйтіп. Так, опа, все, былай қарай кетіп қаламыз. Болды, ештеңе білмейді, ешкім ештеңе көрмеді. Болды. Так, достар, мен жарты сағат бойы ойланып, достар, мен Аяз атадан қорқытам деп шештім, достар. Мынаны қараңыздар, шошымаңыздар, достар, бұл мен Ринат. Мен мына жақта айналатын нәрселерді тауып алдым, және де мен мынандай жетелге айналам деп шештім, өйткені біздің ауылда осындай жетел бұрын болған десең, ойнап айтам. Достар, өз-өзімнен шошып тұрмын. Қазір мен, даусымды өзгертпей-ақ кіре беремін ау деймін. Так. Опа. Аяз ата! Благодей! Балам, мен саған подарка алдым кеткен ба, или саған бермеген ба? Неғып ренжіп жүрсің, чоча түрің бір түрлі қылсаң. Мал! Маған неғып подарка бермейсің, а? Балам, бұтыма түшіп қойдың. Туалет бар ма? Саған прикол ұстап тұрған жоқ мені. Давай, каз, мен саған 2 минут уақыт берем, маған подарка бер. Балам, бірінші этажға түссең. Подарка тұр, алып ал соны, ойбай. Қошпа мен үйді. Өлен деп атырмын. Давай, қазір. Оңбаған. Так, мынау ма? Так. Охо, ледяной меч дейді. Так. Опа, осамыз. Ема, достар, мына мечті қарасаңдар сендер. Ема, бұл 2 меч болады ғой. Біреуді сойып көрейікші жақта. Кім бар? Қайсысын барсыңдар? Бір қойды. Ё-майо, достар, мына қараңдар, 2 удардан бәрін жоқ қылады. Ана движен қарасында бит-бит екі жүрамай. Болды, достар, онда. Так, Аяз атаға түк болмағандай барайық. Так, чотам, Аяз ата не болып атыр неқта? Балам, ё-майо, бір жетел келді. Ринат, сен ба? Ё-майо. Туалет бар ма бірінші? Аяз ата туалет болғанда сәл сасып кетті да. Ладно, битик. В общем, жаңағы келген мен, мына мечіңізге рахмет. Вайуан, сен ба анау? Аязда конкретно шашымды жасыл болғанда сен ренжіме. Битіп ұрамай дегенде, мақыл, сен бүгін ұйықтай бер. Бірақ келесі жол біздің ауылға келмей, түсіндің ба? Неғып келмеймін? Сен мен жақтырмай, бұл менің ауылым ғой, сен мен жақтырмай дегенсің, келмей менің ауылыма. Балам, ойнап айтып жатырмын, бәрінде бірдей жақсы көрем мен. Бопты, давай. Ё-майо. Ема, мощный меч алып алдым ғой, достар, қарасаңдар сендер. Ема, достар, бүгінгі видео аяқталды, сіздермен бірге болған бұл мен Ринат. В общем, достар, давайте